Баршаңызға қайырлы күн достар. Біз деген кеше өте кеш келіп, енді өзіміз ұйқыдан тұрып жатырмыз. Қазір жұмыстар өте көп, прям толып тұр. Соның бәрін бітіріп, потом ертең салонға жазылу керек. Қырдауым түсіп қалды. Сол күндеріңіз сәтті өтсін. Біз, тамақ ішіп алып, позавтракали. Теперь енді квартира іздеуге бара жатырмыз. Бір-екі вариант қарап қойдық, соны көреміз. Не істеп жатыр мынау? Ала достар, бұйырса бізде ертең сіздерге жақсы жаңалығымыз бар. Бізден чоғдыр соң проект бар, ертең саржан өзінің соң проект бар, так что ертең күтіп тұрыңыздар. Ертең сіздерге тағы күшті жаңалықтар айтатын боламыз. Менің бір өзімнің жеке сіздерге дайындап жатқан бір тосын сыйым бар, және де Аргим екеуміздікі бар. В общем, өте көп жаңалықтар. Так что не переключайте канал. Что? У меня оно. Вкусно? Нет, не хочу. Я хочу. Жаным. Сладкое. Вот сладкое на курсе Мина готов продать за сладкое. Да? Да. Да. Пойдем. Девочки, этот сторис для вас. Пожалуйста, подскажите салон. Мы устали искать квартиру. Это оказывается так сложно. Представляли вообще совсем другое, то, что мы так барам с риэлторами караемся. О, все, нам это понравилось, мы заселяемся. Какой там? Очень много мошенников. Можете нас поздравить, без квартиры таптык. Наши подписчики такие активные, просто в Рогозандары. Мен подписчиктарым сразу осылай варианттарды жиберип маған идеяның өзі жазып квартира іздейді десе соның маған жақты ұнады бұйырса сол квартираны аламыз. Ал өзіме келетін болсам, қыздар, менің подписчик қыздарым с Бишкека, подскажите, пожалуйста, салон, где я могу сделать окрашивание волос, ресницы, ногти, барлығы за один день. Вот где можно сделать? Если вы работаете в этом салоне, пожалуйста, напишите, как к вам записаться.